Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен математика пән мұғалімі Арстанова Жанар Серікқызы. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз тең бүйірлі үшбұрыштар. Қабырғаларының қатынастарына қарай үшбұрыштар бірнеше түрге бөлінеді. Олардың біріншісі, егер де үшбұрыштың үш қабырғасы әртүрлі болатын болса, онда бұл үшбұрыш әртүрлі үшбұрыш деп аталады. Егер де үшбұрыштардың екі қабырғасы тең болатын болса, онда бұл үшбұрыш тең бүйірлі үшбұрыш деп аталады. Сәйкесінше, тең қабырғалары тең бүйірлі, үшінші қабырғасы табаны деп аталады. Және де үшбұрыштың үш қабырғалары мен бұрыштары тең болатын болса, онда бұл үшбұрыш дұрыс үшбұрыш деп аталады. Ал ендеше тең бүйірлі үшбұрышқа байланысты мысал қарастырайық. Ең алдымен бізге тең бүйірлі үшбұрыш берілсін. Және де оның периметрі 17 сантиметрге тең. Бүйір қабырғасы 6 сантиметрге тең. Табу керек біз табан қабырғасын. Ең алдымен біз білеміз, тең бүйірлі үшбұрыштың қабырғалары тең екен. Олай болса, бізде АВ қабырғасы 6-ға тең болғандықтан, сәйкес ВС қабырғасы да 6 сантиметрге тең бола алады. Периметрін жазатын болсақ, ең алдымен периметрін білеміз, біз барлық қабырғасының қосындысына тең екенін. АВ қосылған ВС қосылған АС қабырғалары. Мәндерін орнына қойып, біз белгісіз табан қабырғасын таба аламыз. Яғни бізде табан қабырғасы 5 сантиметрге тең екен. Яғни оқушылар, сіздер тең бүйірлі үшбұрышқа байланысты есептерді осы ережелер мен теоремаларды пайдалана отырып есептерді шығара аласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.